біз осының алдында тақауи ақтан күй аңызы сабағын өттіңдер осы сабақта. Бүгінгі сабақ сол тақауи ақтандың күй аңызы шығармасын қорытындылаймыз. Осының алдында күй аңызы наридірген күйі туралы өттік, сол тақырып жайлы түсінгендерді айтып өтсеңдер. Тақауи ақтан күй аңызы шығармасында қысқаша тобпен ақылдасып, қандай кейіпкерлер бар, қай кейіпкерлерге мінездеме беріп өтсеңдер болады. Қысқаша айтып кеттім. Күй аңызы атты шығармада көптеген кейіпкерлер бар. Мәселен, Жаңыл, Оразымбет, Естемес және Жаңылдың әкесі. Әрқайсысын тоқталатын болсақ, Естемес көпті көрген адам, жасы 50-лер шамасында өте атақты кейіпкердің бірі. Ал Оразымбет Естемеспен бірге жүретін оның жолдасы, жақын досы деп те айтуға болады. Жаңыл ол 16-17 жастағы қыз, өте ибатты әрі сыпайы қыз. Тағы топтан ақылдасып сөйлесеңдер болады. Күй аңызы бізде сондай өте ерекше шамалардың бірі. Себебі бізде бұл жерде жалпы домбыраның құдіреті және де осы күй өнерінің ерекшелігімен барлық қасиеті сипатталады. Тек қана күй құдіретіне байланысты емес, сонымен қатар басты кейіпкерлердің өзіндік тағдыры және де ауыр кешкен күндері сипатталады. Оның ішінде өте бір сол кездің қиын замандары мен астарлы тіпті тақырыптар байқауға болады деп ойлаймын. Мәселен, мысалы, жас қыздардың үлкен аталарға берілуі деген секілді, оның өзі бір бөлек тақырып болғандықтан, бұл жерде біз осы кезіндегі Қазақстанның, жалпы осы еліміздің, халқымыздың тарихындағы болып жатқан іс-әрекеттерді наридірген күй аясында сипаттап берген. Сабина. Естеместің негізгі мақсаты ол қара домбыраның шамағынан күй төгу болып саналатын. Наридірген деген күйдің шығуына осы Оразымбет тікелей қатысты болған. Негізгі кейіпкер Оразымбет болмаса, наридірген күйде шықпас еді. Және де Жаңыл ол ибалы, инабатты, жақсы қыз. Естемес бастаған күйді, Оразымбет бастаған күйді Естемес аяқтап, өзінің дегеніне қол жеткізеді. Тағы? Күй деген не жалпы? Өзім айта кетсем, күй деген ол осы айтқанда домбырада немесе қобызда ойналатын өлең естілетін шығарма. Ол жерде не баяндалады? Ау? Не баяндалады? Күйде ма? Күй әртүрлі тақырыптарда баяндала алады. Мысалы, күйдің домбыраның аңызы бойынша бөлек бір аңыз бар еді ертегі. Бір ханның баласы өліп қалады және де кім? Ау? Иә. Содан кейін ол айтады, егер кім деген шындықты маған айтса, шындықты айтса, кішкене ұмытыр едім соны. Тамағына қорғасын құямын дейді. Және де бір ата күйсін қарай отырып, біз деген әртүрлі шығармаларда әртүрлі эмоциялар арқылы оны баяндай аламыз. Сонымен Билер Қомақтың пікірін оқушыға шырақтадық. Асел, не дейді? Әннің күй арқылы халықтың ойын сезінеміз, арманын ұғамыз, келешекке көз тастаған елден танымыз. Бұл жерде домбыра қазақ халқының ең кең тараған екі шекті көп бермейлі музыкалық аспабы. Осы арқылы біз күй қоя аламыз. Қазақтардың өмірінде ең ерекше орын алатын аспаптардың бірі. Тек домбырамен ғана емес, сыбызғы, басқа да аспаптармен күй ойнауға болады. Қазіргі уақытта күйді оркестр арқылы жаңаша бағытта дамытып жатыр. Күйлерден сол аталар бойынша шығу тарихы жайлы топтарымен ақылдасып шығу тарихын айтып берсеңіздер болады. Школдікі мысалы қандай? Адай орныңыздан тұрамыз. Орныңыздан тұрамыз. Бұл адай кім авторы? Бірақ ол неге адай деп аталған? Бірақ білетін сияқты мұның қалай шыққан. Бірақ қателесу мүмкін. Қателеспесем, Құрманғазы бір қызды көреді, кішкентай күй ойнаған ба, андай киіз үйге келді. Содан кейін соған күй үйретеді ма бір нәрсе болады, содан кейін сол күйді оның руының атына атап адай деп қояды. Қателеспесем. Енді біз топқа байланысты Ақсақ киік күйіне тоқталсақ, жалпы Ақсақ киік ол Құрманғазы Атабайұлы Сағырбаевтың күйі болып саналады.
яғни ақсақ киік ол осы ақбөкен немесе киіктің өте киелі аң екенін, киелі жануар екенін жалпы сол бір кезі осы Құрманғазы ата өзінің атымен шауып келе жатып киіктің аяғын сынғанын көріп және өліп жатқанын көреді, соған бола осы күйді шығарған. Адай күй емес, бірақ Құрманғазыны атамыздың жазған Қаян шешем деген күйі бар, сопыраға кеткен болған. Яғни Қаян шешем күйі ол Құрманғазының бұл күзде яғни бірде түрмеге айдалып бара жатқан күнде жасалады. Мұны көрген анасы алқа мен ұл таптым деп жүрсем, жасық не екен ғой туғаным. Яғни кімнің алдында көзінің жасын шығарып тұрсың деп, яғни жағынан шапалақтай тартып жіберді. Кейін Құрманғазы атамыз түрмеде отырғанда осы күйін шығарған. Келген шығыс тарихы бұл Құрманғазының жастар кезінде шығарылған күйлерінің бірі. Кейбір мәліметтерге сүйенсек, бұл ата балбыр алған түрінде туындаған, кейін дыбыстық өзгеріске ұшыраған. Атаудың мәні мауыжырақ қып жан дүниеңді балқытып, кейде бекітіп, кейде босатып, еркінен айырытып тамылжыған алан. Және де бізде басқа мәлімет бар. Аржан асасыңыз ба? Құрманғазының асыл күйінің бірі болған. Келесі, түрмеден қашқан күйі негізі кістен ашқан деп аталады. Сол айтқан кезде ата-анасы оған біз бұл домбыраны ұстаған жоқпыз, бәлкім ана бір жігіт ұстаған шығар дейді. Кейін ол домбыраны алып, өзінің кейін ойлағаннан кейін Құрманғазы оған бұл кейін оншырақ қатты жарамайды деп, сол домбыраны өзіне алып, радиосын ойлай бастайды. Кейін қыз ойнайды емес па? Жоқ, қыз ойнамайды. Негізі ол екі аңыз бар еді, оның бір аңызы бойынша оны Құрманғазы ойнайды. Сол ата-анасы мен қыз сол адамның Құрманғазы екенін біліп қояды. Бесеу. Алты. Әсер өте күшті болды. Тема домбырада ойнағанда бірнеше күйді араластырғанда әсерім көтеріле басталды. Көптеген күй атын білдім, қалай пайда болғанын білдім. Кім оқымасы келеді? Оқылады. Бүгінгі сабақ өте жақсы өтті. Сонымен қатар біз күйлердің қасиетін түсіндік. Яғни күй құдіретін сезіндік. Біз адай, балбырауын, ақсақ киік деген күйлермен таныстық. Сабақ керемет өтті. Мен балбырауын, кішкентай сақалдай күйлердің бұл тарихын толық білдім. Әйгілі күйіктердің бір бәріне таныса алдым. Бүгінгі сабақ өте ынтығарлық та ерекше болды. Және де бүгінгі біз кішкентай деген, және де түрмеден қашқан деген тағы да басқа Құрманғазының күйлерімен таныстық. Жалпы бүгінгі сабақ жаңа ақпаратпен үлкен әсерлерге толы болды.
Бүгінгі сабақта күй қазақ халқының рухани болмысының, мәдениетінің, дүниетанымының асыл мұрасы екендігін өте жақсы деңгейде түсіндік. Және де бүгінгі сабақта балбырауын, адай киін, ақсақ киіз, төменнен қашқан және де кішкентай күйлерінің шығу тарихтарын білдік. Бүгінгі сабақ ерекше болды.